Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте тез дайындалатын әрі қолжетімді заттарды ғана қажет ететін керемет нәзік пирог дайындап үйренетін боламыз. Бұл пирогты жасағанда бізге миксер және де весы қажет емес. Сондай тез дайындалатын өте әдемі ерекше пирог. Ол үшін қажетті заттар: қант, жұмыртқа, сүт, күнбағыс майы, ұн және де қопсытқыш. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз, содан кейін оған қантты қосып, екеуін жақсылап вилкамен немесе венчикпен араластырсаңыз болады. Екеуін жақсылап осылай көпіргенге дейін араластыруымыз қажет. Содан соң оған сүтті құямыз және де күнбағыс майын қосамыз және тағы да бір рет барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң бөлек ыдыста немесе ситыға қопсытқыш пен ұнды екеуін бірге жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұнды екі бөлікке бөле отырып, сұйық массамызға қосуымыз қажет. Яғни бірінші ұнның жартысын қосамыз және де массаны жақсылап тұрып араластырамыз. Яғни оны араластырғанда түйіршік болмауы қажет. Сол себепті осылай ұнды екіге бөліп араластырамыз. Содан кейін қайтадан келесі жартысын қосып, тағы да жақсылап барлығын түйіршіксіз етіп араластырамыз. Мінекей массамыз дайын болды. Содан кейін оған қалауыңызша ванилин немесе корица қоссаңыз болады. Оларды қаламайтын болсаңыз, қоспай-ақ қойсаңыз да болады. Және де бұл массаға какао қосып, шоколадты пирогқа айналдырсаңыз болады. Содан кейін форманы дайындаймыз. Мен осындай кальцода пісіретін боламын. Сол себепті оның астына фольганы төседім және де үстіне кішкене осылай сұйық май жақтым. Сіз өзіңіздің осындай формаңызда немесе силиконды формада пісіріп дайындасаңыз болады. Осылай пирогтың дайын массасын формаға құйып, оны 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут бойы пісіреміз. Пирог пісіп дайын болғанға дейін оның бетіне жағатын кремін дайындап қойсаңыз болады. Бұл кремді жасауыңызда өзіңіздің қалауыңыз бойынша, яғни пирогты кремсіз жей берсеңіз де болады. Мен сіздерге кремнің қолжетімді вариантын ұсынып отырмын. Яғни ол үшін бізге қажет болады 2 ас қасық вареная сгущенка және де 2 ас қасық ақ сгущенка және де 1 ас қасық сүт. Осы үшеуін бір кесеге құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей осындай сұйықтықты крем болуы қажет. Мен сіздерге негізі креммен жасауға кеңес берер едім. Себебі пирогтың бетіне жаққан кезде ол өте әдемілік береді. Яғни мен басында жаңа 1 ас қасықтан қостым да, ол аз болып қалған соң екінші тағы да 1 ас қасықтан қосып шықтым. Мінекей крем дайын болды. 30 минут өтіп, пирогымыз да пісіп дайын болды. Оны аламыз да, содан кейін фольгадан босатып, формадан босатып, суытуымыз қажет. Менде көріп тұрғаныңыздай бір шеті осылай гүмпиіп пісті. Егер сізде де солай болып жатса, қорықпаңыз, оны кесіп алып тастап, бетін тегістеп қоюға болады. Яғни ең алдымен осылай фольганы алып тастаймыз, содан кейін формадан босатып, пирогты суытамыз. Ол суығаннан кейін бетіндегі томпиып тұрған бөлшегін осылай пышақпен кесіп алып тастасаңыз болады. Яғни беті тегіс, әдемі болуы үшін. Содан соң пирогты төңкеріп, оның тегіс жағын жоғары қаратып қоямыз. Содан кейін дайын тұрған кремімізді алып, пирогтың бетіне осылай құямыз және де оны бір тегіс етіп, әдемілеп жағып шығуымыз қажет. Неке барлық жеріне жетті, пирогымыз дайын болды. Енді оны қалауыңызша сәндесеңіз болады. Мен ол үшін осылай жан-жағына кокос жаңқасын, яғни кокосовая стружканы сеуіп шықтым және де бетіне посыпка септім. Сіздерге видео ұнады және де түсінікті деген ойдамын. Баршаңызға міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Аяқ астынан қонақ келген кезде тез дайындалатын керемет пирог. Баршаңызға сәттілік!